Мен бүгін сіздерге Тарсия әдісі арқылы қалай сұрақтар құрастыруға болады және оны қалай басып шығарамын, соны үйрететін боламын, соны көрсететін боламын. Яғни біз ол үшін ең алдымен Тарсия деп Google-ға жазамыз. Сол жерден Тарсия онлайн дегенді таңдаймыз. Тарсия онлайн дегеннен кейін ең бірінші тұрған Тарсия Макер дегенге кіреміз. Одан кейін бізге осындай бет шығады. Одан ең алдымен біз оны жасамас бұрын бірінші тілін өзгертіп аламыз. Ол жерде бізде оң жақ бетінде көріп тұрғандарыңыздай орыс тілін таңдаймыз. Міндетті түрде бірінші орыс тілін таңдап аламыз. Бәрі орыс тіліне ауысқаннан кейін біз мына жерге астында, яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп бағандар тұр. Яғни қатар тұр, ол екі бағанға бөлінген. Соның бірінші бағанның бірінші қатарына біз бірінші сұрағымызды жазамыз. Міндетті түрде өшіріп тастаймыз, одан кейін сұрақ жазамыз. Мысалыға сұрақты жазамыз. 4 қосылған 6 неше болады деген сияқты сұрағымыз жазамыз. Одан кейін оның дұрыс жауабын соның қасына жазамыз. Міндетті түрде соның қасына дұрыс жауабын түсіреміз. 10 деп жазамыз. Енді одан кейін солай біз мына қатардың барлығын толтырып шығамыз. Осыларды толтырып, міне сіздерге бізге үшбұрышты фигура ұсынып тұр. Енді одан кейін төбесіндегілер бойынша біз оны өзгерте аламыз. Яғни бұл жерде сұрақтардың барлығын құрастырған кейін, мына ұяшықтарымыздың бәрі толғаннан кейін экспорт PDF деген басамыз. Сол жерге біздің құрылғымызға сақталады, ноутбугімізге, компьютерімізге. Бұл бағдарламаны сіз телефоннан да істеп сақтап алуыңызға болады. Енді сол жерден яғни ашамыз. Осы көрсетіліп тұрғандай бізге мынау 6 бұрышты геометриялық фигура ұсынылып тұр. Соларды астында үлкен-үлкен қылып бізге бөліп көрсетіліп болған. Сол жерден, яғни біз бұны сақтап алдық. Сол жерден печатқа жіберіп, баспаға жіберіп, осылай біз осы сұрақтарды шығарып сабағымызға қолдансақ болады.